Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, бұл QG Live студиясы. Біз әдеттегідей QG Лига туралы сөйлейтін боламыз. Студия тізігінде мен Эльдар Аманбай, және бүгін бізде ерекше қонақта. Алғашқысы Руслан Валихан, Астана U17 командасының ойыншысы. Руслан, студияға қош келдің. Ассалаумағалейкум, келгеніме қайттан қуаныштымын. Рахмет. Бекежан Ардақұлы, QG Лиганың баспасөз хатшысы. Ассалаумағалейкум, шақырғандарыңызға рахмет. Бүгін футбол туралы керемет әңгіме қозғаймыз деген ойдамын. Әрине, және Инспорт және QG Лига комментаторы Равид Ашығали. Равид, қош келдің. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, QG Лиганың тұрақты да құрақты көрермендері. Бүгін осы бір QG Live студиясына келгенімізге қуаныштымыз, және осы бір студияда керемет тақырыптарды талқыға түсіреміз деп ойлаймын. Комментатор екен бірден көрініп тұр, көбірек сөйлейді екен. Өте жақсы бастадың студияны. Рахмет сізге. Ендеше жігіттер, қазір енді басты жаңалық демей қойық. Енді басты жаңалықтардың бірі ол әрине екінші айналымның орталық матчтарының бірі. Қарағандыда Шахтер өкінішке орай Қайраттан ойсырай ұтылды. Есеп 5-2 Қайраттың пайдасында. Осы ойында Бекежан сен болдың. Қайраттың бас бапкерімен сөйлестің, Шахтердің қақпашымен сөйлестің. Жалпы атмосфера қандай болды? Жалпы ойын атмосферасы керемет болды. Өздеріңіз сұхбатта көргендей, Шахтердің қақпашысы негізі ойынға дайынмын, бұл ойынды алып кетеміз деген өз сөзін айтқан болатын. Бірақ жалпы егер бұл ойынға келетін болсақ, бірінші таймы тең дәрежелі өтті, және алғашқы натисті қарайтын болсақ, Шахтердің 2-3 қауіпті шабуылдары болды. Қақпа бағанасына тиді, пас алмасулар әдемі болды. Және бұл ойында Қайраттың құрамын да айта кеткен жөн, өйткені бұл жерде Қайраттың 1-2 ойыншысы халықаралық жарыста болды. Швейцария елінде, сол жердегі жарыста болды. Бірінші орын алып қайтты. Сол жаңалықпен жалпы негізі Қайраттың ойыншылары Дастан Сатпаев гол салды. Енді бізде Шахтер Қайрат хайлайттары осы жерде Бекежан. Ойынға оралатын болсақ, жалпы алғашқы тайм бойынша есеп тең аяқталады деген ойда болған, бірақ міне алғашқы қосылған бірінші минутта бұл жерде енді қақпашының қателігі дейміз ба, әлде алыстан бағытталған әдемі соққы дейміз ба, және қайта кеткен допқа алғашқы болып жеткен Қайраттың шабуылшысы әр турда осындай бір голдар көп болып тұрады. Бұл қақпашылардың бір енді әлсіздігі демей қойық, әлі ментальды тұрғыдан дайын еместігі ме, әлде тіпті осы бағытталған соққылардың қиындығы ма? Равил, сен қалай дейсің? Тағы да ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Енді Бекежан бұл ойынды жасыл алаңнан тамашаласа, мен осы ойынды көгілдір экранның артында отырып жүргіздім, және ойын маған көңілімнен шықты. Жаңағы сұраққа жауап беріп кететін болсаң, негізі бұл жағдайда енді бір жақты қарауға болмайды. Кейбір тұстарда шынымен де қақпашылардың әлсіздігінен, тәжірибесінің аздығынан осындай голдар кіріп кетіп жатады. Бірақ осы бір тұста мен Ян Лаловты тәжірибесіз қақпашы деп айтпаймын. Ол QG Лиганың үздік қақпашыларының бірі жалпы. Сондықтан бұл жерде енді соққыны атап өту керек. Қайрат командасы өте жақсы ойнады, бірақ Шахтер да оған лайықты қарсыластық көрсетті, тек өзіне келген мүмкіндіктерді пайдалана алмады. Өйткені ойынның алдыңғы минуттарында, яғни алғашқы минуттарында Роман Асылбаевта керемет мүмкіндіктер болған, алайда оны пайдалана алмады. Дегенмен осы тұрда қараш, міне үшінші гол соғылды ғой. Бұл жігіт, бұл шабуылшы Дастан Сатпаевтың жоқтығын өте жақсы пайдаланған, және дубль соқты. Дубль автор атанды. Бұл жерде жалпы Дастан Сатпаевтың негізі орын басқан ойыншы бұл деп айтпас едім, Азамат Тұяқбаев. Азамат Тұяқбаев былтырдан бері QG Лигада өнер көрсетіп келеді, және былтыр қосалқы құрамынан алаңға шығатын. Ал биыл негізгі құрамда шығып, жалпы өзін лидер ретінде сезіне білген ойыншы, және сол амплуамен дәлелдеуде өзінің ойынымен. Осы QG Лиг All-Star ойында да жеңіс голын соққан дәл осы ойыншы, және осы ойында да гол соқты, және гол пасын берді, баспен әдемі пас шығарып берді ғой. Және жаңа Равилдің сөзімен тоқтай келесем, бұл жерде Ян Лаловқа келетін болса, міне осы жаңағы Азаматтың әдемі пасы, баспен бұндай пас шығару енді керемет қой. Бұл жерде қорғаушылар да бір ұйықтап қалды. Ал Ян Лаловқа келетін болсақ, Ян осы жалпы Қайраттан биылғы маусымда ұпай алған жалғыз команда ол Шахтер алғашқы айналымда. Және сол ойында матчтың қаһарманы осы қақпашы болған еді. Қаншама соққыларды қайтарды, және осы ойында да өзіне сенімді болды десе де, енді бұл жерде Қайрат академиясының шеберлігін, ойыншылардың енді жинақталуын айтсақ, енді Қайрат бір бас жоғары ғой қазіргі таңда. Жалпы енді сен алаң сыртында болдың, командалардың бұл ойынға деген дайындығы, көздерінде от болды ма? Біз енді Лаловты естідік қой, біз дайынбыз, ұтуға барлығы бүкіл күш саламыз дедік те, бірақ ойынға келгенде неге Шахтер командасы басында өзінің мүмкіндіктерін сала алмады? Егер бір гол салса, сол Роман Асылбаев, ойын басқа да жүруші мүмкін, әрине. Біз қазір былай айта аламыз, гол соқса ойын басқаша қорғанысқа жатып алып өнер көрсететін беді. Және міне Шахтердің қазір голдарын
қарайтын болсақ Белобородый Белобородый. керемет гол ғой. Иә, екіншісі тіпті керемет. Ол Біріншісі Роман Асылбаев өте тамаша пас берді және гол салды, бірақ екіншісі турдың үздік голына болуға лайық, иә, Равиль? Иә, мен осы бір жерде қосып кеткім келіп тұр әңгіменің үстіне. Жалпы жаңа айтып жатырмыз ғой, Роман Асылбаев алғашқы ойынның алғашқы минуттарында мүмкін гол соққанда ойын басқалай жүрер ме еді деп. Осындай бізде тағы бір осындай нұсқа бар. Егер де Мансур Бірқұрманов алғашқы тайм аяқталар тұста ең соңғы сәтінде қосалқы минутта гол соқпағанда мүмкін алғашқы тайм 0-0 болып аяқталып, екінші таймда мүлдем басқаша жүрер ме еді. Енді орысша айтқан кезде гол на раздевалка болды да. Содан кейін бұл жігіттердің сағы сынып қалған секілді. Бірақ осы бір тұста Руслан Белобородый туралы айтып өткім келіп тұр. Бұл жігіт мен 13-ші турда Каспий және Шахтер ойынын жүргізіп отырған кезде алғаш байқағанмын. Ол ойында есеп 2-1 Каспий ұтып жатқан кезде бұл жігіт 70-ші минутта алаңнан шығып, жас алаңға шығып, 74-ші минутта 2 адамды алдап пенальти алып келді және сол пенальти Шахтерді құтқарған болатын. Сол ойында өз-өзіме айттым, мен бұл жігітті QG лигада өзіме аштым және алдағы ойындарда сәттілік тілеймін деп. Және сол айтқанымдай бұл жігіт қазір менің сенімімді тым болмағанда Шахтердің сенімін ақтап келе жатыр. Өте керемет гол. Мына голын қараңыздар. Енді Мессидің стилінде деп айтуға болады. Жалпы Равиль, сен фэнтези ойнайсың ба QG лигада? Жоқ, мен де соны айтайын деген фэнтези командаларды таңда, ойыншыларды таңда. Жалпы көптеген ұтыс ойындары бар ол жерде. iPhone ұтып алуға болады, планшет ұтып алуға болады. Мысалға ойыншыларды бәрін жақсы білесің, өзінің үздік деген 11-іңді және қосалқы құрамға 4 ойыншыны шығарып, келесі фэнтезиға қатыс енді осы аптада. Келесі айтпақшы фэнтезиде, келесі турда осы студияда фэнтези өз командасын жинап алуға, жинап көрейік. Сосын кім қанша ұпай алып көреді. Соны да байқайық. Осылайша турдың орталық ойынында Шахтер өкінішке орай өз алаңында Қайраттан ойсырай ұтылды да, енді Қайрат чемпион ба деген сұраққа бізге Руслан жауап берсін. Қалай ойлайсың, Руслан? Болды, осымен интрига бітті ме? Өйткені қазір енді біз турнирлік кестеге де қараймыз, енді Қайрат жігіттер оқ бойы алды да, 1-2-3 турда жеңіп кетсе қатарынан, болды, бұл клубты ешкім жете алмайды секілді. Мен ойымша Қайрат 100% чемпион болады деп ойлаймын уже. Өйткені екінші орындағы Шахтер жаңағы уже отрыв кетіп қалды уже Қайрат 43 очкода. Мен ойымша Қайрат чемпион болады. Енді алдыңғы студияларда сенің U18 команданы ойнайтын ағаларын дей берейік, келді. Біздің мақсат үштікке қайтып келу. Астананың үштікке қайтып келуіне сенесің бе? Әрине. Неге? Мүмкін. Олар қазір бапкер ауысты ғой. Олар уже қазір жақсы тренинг ұштап жүр да, и результат көрсетіп жүр каждый ойында. Мен ойымша үштікке шанстар бар. Бекежан. Толықтай келісем. Бұл жерде жалпы осы ойын алдында көздерінде от жанды ма деген сұрағым болды ғой, жаңа осыған дейін соған жауап бермей кеттік қой. Жалпы осы ойын алдында жаңа Қайраттың голын айтып отыр, қосалқы минутта соққан. Жалпы Қайраттың ойынға алған басты тактикасы ол жаңа алғашқы свисток болды ма, ойыншылардан естігенім, енді кромкада болдым ғой, жылдам гол керек дейді. Нужен быстрый гол деген задачалар болды, бірақ алғашқы таймда онымен ол ойлар жүзеге аспады. Ал екінші таймға келетін болсақ, үзілістен шықты ма, алғашқы бірінші минутта гол соғылған жоқ па, иә? Сол жолдармен жүрді де голын соқты. Керек кезде соғып, екінші таймда өз голдарына алды және жеңіске жетті. Ал бұл жерде айтарымыз, Шахтер негізі Қайратпен алғашқы айналымда тең ойнады, бірақ одан кейін енді басқа да қарсыластармен ұпай жоғалтқаны. Бірнеше тур бұрын арасы тек 5 ұпай, 4 ұпай болатын еді. Каспиймен ойыны бар, Астанамен тең түскен ойыны бар. Сол үшін бұл жерде сенімен толықтай келісем, Русланмен толықтай келісем, турнир мәселесі шешіліп қойғандай, Қайрат чемпион, бірақ бұл жақтың екінші қызығы, ол екінші орын мен 9-шы орын аралығындағы командалардың ара қашықтығы небәрі 4 ұпай, 5 ұпай. Мысалы, Астана 9-шы орында ма? 9-шы орыннан 2-ші орынға дейін арасы 5 ұпай. Ол дегеніміз 2 жеңіс. Равиль, сен 5-6 тур бұрын Қайрат чемпион деп атой салып айттың, жігіттер тұрғанда. Жігіттер болды, Қайраттың әл-ауқаты басқалардан қарағанда керемет, жоғары. Енді инспорттағы Қайраттың басты фанаты сенсің. Құтты болсын. Мен енді өзімді Қайраттың фанаты ретінде есептемеймін, өйткені комментаторлардың ең бірінші кәсібилігі олардың ешқандай матч жүргізіп отқанда ешқандай командаға жанкүйерлік қылмайтындығынан басталады. Мен жай ғана яғни дерек көздерге сеніп айттым деп ойлаймын, өйткені команданың аяқ алысымен, басқа командалардың аяқ алысымен Қайраттың аяқ алысын қарайтын болсақ, екі бөлек әлем деп айтсақ та болады. Сондықтан мен айтып өттім, соңғы осы келесі маусымның өзінде де QG лига басталып 3-ші маусымға дейін Қайратты ығыстырып кететін команда
жасала қою немесе бір айдан салбырап түскендей болып шыға қою өте қиын. Өйткені бұл команданың жаңағы академиясының жемісі. Басқа командаларда жүрген жақсы ойыншыларды қарап скауттар өзіне алады, олар тәрбиелейді, мығым қылады, мықты қылады. Соның әсерінен қазір Қайраттың осындай эффекті беріп тұр чемпиондығы. Егер де мүмкін басқа қалаларымызда да академиялар салынатын болса, не үшін Қайрат секілді мықты клубтар, оған да бәсекелес болатын клубтар шықпасқа. Сондықтан ойлаймын, әзірге енді Қайратқа қарсылас жоқ, мен бірақ Қайраттың жанкүйері емеспін. Иә, бұл жерде енді жоғарғы жас санатын элиталық дивизионды қарайтын болсақ, иә, бұл жерде барлық сұрақ шешіліп қойды деп тағы қайталап өтейін. Бірақ бұл жерде бізде география ауқымы ұлғайды, жалпы қатысушылар саны да көбейді. Ол дегеніміз U17 лигасын ұмытпауымыз керек. Ал U17 лигасының турнир кестесіне қарайтын болсақ, менің оң жағымда отырған футболшыға қарайтын болсақ, бұл командалардың арасы ұшақ ұпай. Және төрт емес қой, ұшпай. Осы өз алаңында ойында қазір тең Қарағанды мен Шахтермен қыркүйектің басында ойнайды. Бір ойыны бар, 8-ші қыркүйек күні ойын өтеді Қарағанды қаласында. Бірақ енді осы 17 жас санатындағы лигада бізде турнир кестесіндегі жалпы талас соңғы турларға шейін жетеді деген сенімдемін әлі де. Және осыған дейін бір 3-4 студия бұрын бізде Равильмен сұхбаттасқан уақытта сол уақытта айтқанмын, Астана чемпион болады. U17 санатында чемпион болады. Ол үшін бірақ Астана командасына Руслан футболдар үйінде өтетін матчта, енді екінші айналымның супер мега ойыны міндетті түрде қараймыз, міндетті түрде сол ойынға студия жасаймыз. Руслан, бірінші матчта 3-0 ұтылдыңдар. Енді сендерге, мен жаңылмасам, регламент бойынша кемінде 4-0 дейсің. Енді 3-0 деген болады, бірақ енді Қайрат көп гол соқты ғой. Сендерге 4-0 немесе 5-1, 6-2 деп кете береді ғой. Сонда есеппен ұту керек. Жалпы команда дайындықты бастап кетті ме Қайратқа? Әрине, біз үшін каждый ойын как финал ғой. Очко жоғалтуға болмайды бізге. Жалпы дайындық қалай? Иә, біз матчтың алдында да психологпен жұмыс жасаймыз, Гүлбаян ханыммен. Ол бізге көмектеседі, матчта қалай жаңағы соперниктермен қалай ойнауға жаңағы болады қандай моменттер, провоцировать етеді ғой. Сондай моменттер провокацияға бармаңдар деп, иә? Сондай моменттер ашуланбаңдар деп. Соның бәрін көрсетеді. Керемет. Бұл жерде Астанаға жалпы бұл жерде менің ойымша маңызды емес қандай жеңіс болсын. Бұл жердегі ең бастысы сол 3 ұпайды алып кету ғой. Неге? 3 ұпайды алып кетеді, бірақ бұл жерде басқа да ойындар бар ғой. Мысалға Қайраттың Ақтөбеге қарсы сырт алаңдағы, өз алаңындағы ойыны бар. Ордабасы қазір өте әдемі келе жатыр. Ордабасы мен сырт алаңдағы ойыны бар. Содан бөлек Шахтермен 8-ші қыркүйек күні өтетін ойын бар. Шахтерді әлсіз қарсыласы емес. Сол себепті мысалға Астана өз ойынын алатын болса, және Қайрат осы қалған ойындарда небәрі бір ұпай жоғалтатын болса, онда маңызды емес қандай есеппен жеңсе де. Сол себепті де сендер де бір командаға емес, жалпы әр командаға жекелей дайындаласыңдар апталық цикл барысында. Жоқ, басты енді дайындық. Басты дайындық, бірақ Қайрат келісемін, иә. Өйткені ол командаларды ұтып, Қайрат ұтпасаң, сен чемпион бола алмайсың, иә? Мысалы, мен енді болам деген баланың бетін қақпа белін бу дейді. Енді Руслан Валихан бауырымыз қазір бізде қонақта отыр. Енді мен айтқан болатын негізі Қайрат осы маусымда 2 лигада чемпион болады деп, бірақ Бекежанның сөзіне осы бір тұста қосылып кетейін. Соңғы турға дейін лайықты қарсыластық көрсете алатын командалардың бірі. Енді Руслан бауырым, саған сол ойында жетістік тілеймін, жеңіс тілеймін. Покер салдысыншы. Сол ойында көп гол болсын. Қайратқа қарсы ойында сендерге, сендердің командаларыңа, бапкерлік құрамының барлығына жеңіс тілеймін, сәтті өтсін деймін. Бата болды ғой. Бата, әдемі бата болды. Тағы менде бір сұрақ бар осында Русланға. Соңғы осы 2 ойындарында көрдік. Осыған дейінгі 2 ойын. Кім сендерде сухой лист, құрғақ жапырақ соққан? Наиль ма? 2 ойын қатардан. 12-ші, 13-ші жаттығу барысында соны кәдімгідей соған ден қоясыңдар ма? Әлде случайность па? Жоқ, бірінші білмеймін, 2 гол соқты ғой ол. Қатарынан? Қатарынан, 2 матч қатарынан. Өзінің мастерствосы. Мастерствосы ма? 3-ші голын соға ма сондай? Иә, әрине. Көреміз. Былтыр өткені бізде де сухой лист болған, Данияр Ташпулатов соққан еді. Ташпулатов соқты. Биыл енді 2 гол соқты сондай. Енді бір адам 2 гол соққан деген ол енді жаңағы случайность деп отыр ғой. Случайность емес. Біреу соқса жарайды өшек. Ал екеуі қатарынан соғыстан жасарып тағы да бір гол салып, сөйтіп Бомбардир кестеде де өзінің жаңағы
тізімде несін ұлғайтады ғой, орнын. Ендеше құрметті көрермендер, бізде 15-ші турдың ойындары болады осы аптаның аяғында 17-ші және 18-ші тамызда. Ендеше сол 15-ші турдағы ойындардың күнтізбесіне бірге қарайық. 17-ші тамыз күні әдеттегідей 17:00-де 3 матч Ақтөбе Астананы қабылдайды. Каспий Ордабасымен дәл осы уақытта Ақтауда ойнаса, 19:00-де Қайсар Тобылды қабылдайды. Бұл өте керемет ойын, өйткені екі командаға да 3 ұпай ауадай қажет. Келесі күні 18-ші тамызда 16:00-де Инспорт телеарнасы Қайрат Тараз ойынын тікелей эфирде көрсетеді. Бұл да өте керемет ойын. Атырау Шахтерді қабылдаса, дәл сол уақытта 18:00-де Ақсу мен Жас Қыран ойнайды. Осы турдың ең мықты матчы деп Бекежан сен қандай ойында айта аласың? Жалпы қандай ойын сен үшін өте қызық болады бұл жерде? Бұл жерде әр ойын қызықты, әрбір ойында интрига бар. Әр ойында интрига бар, бірақ енді былай афиша бойынша алатын болсақ, былтырғы маусымды санайтын болсақ, биылғы өтіп жатқан ойындарды қарайтын болсақ, мен Ақтөбеден де әлі деңгейлі ойын күтемін. Сол себепті осы Ақтөбе мен Астана арасындағы ойынды өзім қызық деп санаймын. Жалпы барлық ойын қызық, осыған дейін айткендей, бірақ менің дер салатыным осы алғашқы ойын Ақтөбе мен Астана және осы командалардың U17 жасындағы ойынды өте қызық болады. Ақтөбе өте мықты қарсылас. Бұл жерде енді Астана ұпай жоғалтатын болса, онда Қайратты жету қиынға түседі. Руслан, сен де Ақтөбеге аттанасың, сырт алаңда ойнайсыңдар. Жалпы бұл ойынға дайындықтардың қалай? Ақтөбені қарадыңдар ма, зерттедіңдер ме, әлде тек қана өздерінің ойындарына мән беріп отырсыңдар ма соңғы тренировкаларда? Жоқ, Ақтөбенің сол ойын анализировать етеміз, сол прессингтарын өзіміздің жаңағы тренировкада жасаймыз сол. Ол Ақтөбен жақсы жақ прессинг болып тұр ғой, иә? Иә, сол. Ең мықты тұсы. Ең мықты жақ прессинг, иә. Равиль, осы ұсынылған 6 ойынның қайсы сен үшін бір қызық өтетін сияқты? Атырау Шахтер. Неге? Өйткені екеуі де турнирлік кестенің жоғарында келе жатқан және осы енді чемпиондықты шешіп қойдық қой Қайратқа деп. Күміс жүлдемен және қола жүлдеге үмітті келе жатқан командалар, яғни Шахтер Қайратқа атылды, бұл заңдылық деп атай берсек болады, бірақ Шахтер бәрібір мықты команда. Ал Атырау осыған дейін турнирлік кестенің ортасында, яғни 6-ші орыннан 3-ші орынға қайтып 5-ші орынға осылай жүрген болса, енді нық орнықты, өздеріне сенімді келе жатыр. Соңғы ойындардың Қайсарды санамағанда барлығында жеңіп келе жатыр. Яғни бұл екі командаға да сынақ болайын деп тұр. Кім мықтынан, кіл мықтын анықтау. Енді қазір турнирлік кестені қарайық. U18 жарысының турнирлік кестесі, енді біз жаңа эфирдің басында айттық, Қайрат оқ бойы алды да, бірақ енді ана жол бізде комментаторлармен отырып әңгімелескен кезде бұл турнирден Қайратты алып тастағанда, мысалға, Қайрат болмағанда қалған командалардың чемпиондыққа деген барлығында үміті бар. Тіпті Астана және Қайсар математикалық тұрғыдан чемпиондыққа дәмелі. Бекежан, осы ретте бұл турнирлік кестеге қарап қандай ой айта аласың? Барлық командалар өз орында ма? Әлде біреуі көтерілуі мүмкін, керісінше Атырау секілді команда, мысалға, біз Атырауды көп талқылай бермейміз, көп оларға ақпаратта бір внимание бере бермейміз да, олар алады да, сенен басқа. Олар алады да, міне жоғарғы орындарға әлі дәмелі. Жалпы, бұл турнир кестесіне қарайтын болсам, бұл жерде осыған дейін де бірнеше рет айтып өттім, енді лига қызметкері ретінде мен мынау команда осы жерде болу керек, ал мынау команда төмен болу керек дегенім бұл мен үшін бір ерсі-қылық болатын шығар. Сол себепті де бұл жерде менің таң қалғаным десең болады, Жас Қыранның турнир кестесіне келуі және Ақтөбенің былтырғы маусымды қарайтын болсақ, Ақтөбе соңғы орында келеді. Жас Қыран қазір турнир кестесінің ортасынан төмен келе жатыр ғой. Бұл командалар негізінен жоғары болады деп ойлаған биылғы маусымда, былтырғымен қарағанда. Және Тобылдың ойыны маған ұнауда. Ал турнир кестесіне қарайтын болсақ, маған U18 санатындағы осы екінші орынмен күміске талас. Жаңа Равиль осыған дейін айтты ғой, Шахтер мен Атырау арасындағы ойын қызықты болады деп, сондай-ақ Ордабасының ойындары да қызық болады. Басқа да осы топ 5-6-да келетін командалардың ойындары қызық, өйткені оларға ұпай жоғалтуға болмайды. Сол себепті барлық команда өз орнында келе жатыр және жоғарғы сатыдан көрінуі тілектеспіз барлығына. Енді үздік бомбардирлерге де келетін болсақ, бұл жерде өте қызық. Бұл жерде Сатпаев әлі алдыда 19 гол, Бағдат 5-ші орында тұр, алайда ортасында Тияқбаев және Сабеков деген мықты жігіттер бар. Осы орайда мен бомбардирлердің маманы сенсің ғой, Равиль, айтшы, кім Сатпаевқа бір жақсы бір бәсеке бола алады? Қайрат секілді Дастан Сатпаевтың да тағдырын осыдан 4-5 студия шешіп қойған ғой негізі. Бірақ менің құттықтағым келетіні, Азамат Жақпаевты құттықтағым келеді. Осыған дейінгі турда, яғни 14-ші турда өткен Шахтер және
Қайрат командалар арасында ойынға дейін Бағдат Нұралыда 12 гол, одан кейін 3-ші орында осы Азамат Тұяқбаев 11 голмен тұрған болатын. Сол ойында өз есебіне 1 гол жазып, Азамат Тұяқбаев 2-ші орынға шықты. Бірақ енді Азамат Тұяқбаевтың алдыңғы орынға шыққан себебі Бағдат Нұралы 14 ойында 12 гол соқса, Азамат Тұяқбаев 13 ойында 12 гол соққан, яғни бір ойынға кем. Ал ең қызығы Сатпаевта 12 ойын, бірақ 19 гол. Осы тұста құрметті қонақтар 17 тамыздағы өтетін 3 ойынның кішігірім талқылап өтейік, және біз бастадық талқылауды. Ақтөбе Астана 17 тамызды бұл ойын ашады, және алғашқы турларда, бірінші айналымда бұл командалар және футбол үйінде ойнады, және Астана командасы сенімді түрде қарсыласын 3-0 есебімен ұтты. Бекежан, осы орайда сол Ақтөбе, бірінші турдағы Ақтөбе, қазіргі Ақтөбемен салыстыруға болмайды, өйткені ол Ақтөбе әлсіз бастады, өте нашар ойын өрнегін көрсетті. Қазір Ақтөбе алдыңғы турда жеңгеннен кейін өздеріне бір қайта сенімділік қайтып келгендей. Сол себепті Ақтөбеде жалпы әр командаға өте қиын. Әрине, бұл элиталық дивизион туралы тұр қоямыз, U18 жас санаты. Бұл жерде Ақтөбенің келер алысы, сондай-ақ бапкері де Габунов мырзаға қазіргі таңда өзін әлі де дәлелдеу керек, өйткені былтыр All-Star'да да болды, жалпы командасымен де үштікке кірді. Бірақ бұл жерде мен Ақтөбеден бұрын Астананы айтқым келеді. Астана өткені маусымды ойдағыдай бастаған жоқ, және Руслан бауырымыз өзі айтқандай, қазір бапкер құрамы ауысты, және Астананың көрсеткіштері де өзгере бастады, жеңістері бар. Сол себепті бұл ойын тартысқа толы өтеді, және менің ойымша деймін ба, тең аяқталатын ойын. Ордабасы Каспий Ордабасы ойыны бұл жерде Ақтауда енді көрдік, халық өте көп жиналады, Мәжидейді де көрдік бұл жерде. Руслан, алғашқы айналымда 4-ші турда Шымкентте бұл командалар тең есебі көрсетті. 2-2. Қазір сен қалай ойлайсың? Каспий Ордабасы ойыны қалай аяқталады сен ойынша? Мен ойынша Ордабасы 2-1 голға тұрыппен жеңген сияқты. Қазір Ордабасы жеңіске жетсе, олар енді екінші орынға өзін, негізі бұл 6 ұпай үшін ойын. Каспийда екінші орынға таласып отыр ғой, сондықтан бұл жерде білмеймін, меніңше бір тең есеп болатын секілді, өйткені ақтаулықтар өз алаңында әрбір команданы бүйтіп түйреп жақсы ұпайларын алып алады. Осы орайда Равиль Қайсар Тобыл ойыны. Бұл да 6 ойынға 6 ұпайға сай ойын. Алғашқы турда 4-ші айналымда Тобыл Қостанайда 2-1 есебімен ұтты. Алайда Қайсар соңғы 4 турда 3 жеңіс және соңғы турда 1 жеңіліс болды. Сенің ойынша Қайсар осы жолы бір тағы да қайсарлық көрсетіп Тобылды жеңе ала ма? Әрине, мен Қайсарға скептикалық тұрғыда қарағым келмейді, яғни оларға бір жеңіліс табады деп, бірақ осы бір ойында меніңше Тобыл фаворит секілді. Турнирлік кестеге қарасақ, біреу 9-шы, біреу 10-шы орында тұр, яғни қатты бір айырмашылығы жоқ, бірақ бәрібір Тобыл негізі жақсы ойнайтын командалардың бірі Қайсар секілді. Бірақ осы ойында білмеймін, Тобыл командасы дәл сол алдыңғы ойындағы есепті қайталайды секілді менің ойымша. Тағы да бір өте маңызды жаңалық, біз бүгін ерекше U17-Б санаттағы турнирге көңіл бөлеміз. Оның себебі Бекежан? Бұның себебі енді ол Өскемен қаласында өтетін үлкен футбол мерекесі ғой. Осыған дейін біз элиталық дивизионда өткіздік Мәжидейлар, бірақ енді биылғы маусымда U17-Б санатына көңіл кішкене азырақ бөлінуде дейді ғой, көпшіліктің айтуы бойынша. Жаңа лига ғой енді. Біз де енді тырысудамыз бір қалыпты ұстауға, бірақ десе де U17-Б санатына шамалы болсын көзқарас элиталық дивизионға қарағанда өзгеше, бірақ бұны да біз қазір түзегіміз келеді. Сол үшін де осындай үлкен футбол мерекесін ұйымдастырудамыз. Жалпы стадионның сыйдыру 6500-7000 жанкүйер сыйдыратын Восток стадионы, және сол стадионда лық толы болып, жалпы осы ойыншылар нағыз футбол мерекесіне, атмосферасына шомылады деген ойдамын. Осы орайда біз U17-Б санатындағы турнирдің күнтізбесін қарайық. Осы уикендте 12-ші турдың ойындары болады, және біз айтып кеткендей, сенбіде 16:00-де бізде Алтай және Елімай ойнайды. Одан кейін дәл осы уақытта Көкшетауда Оқжетпес Қызылжарды қабылдаса, келесі күні жексенбіде 16:00-де Ұлытау Оңтүстікті қабылдайды, ал Ақжайық Жетісуны қабылдайды. Равиль, енді U17-Б санатынан турнирі сенің ойын қандай? Және Бекежан айтып кеттік қой, көп ақпарат жоқ, бұл жақта көп андай бір внимание да бөле бермейміз, мысалға. Қазір енді бұл лигамен жақсы танысу өте керемет мүмкіндік. Негізі
Менің ойымша U17 Б лигасының өзінің қайраты бар секілді, ол оңтүстік қазіргі таңда оқпай алды. Иә, ол 11 ойын өткізді, осыған дейін бірде-бір ойын жеңілген жоқ, тіптен тең нәтиже қол жеткізген жоқ. 11 ойынның 11-інде де жеңіске жетті. Келесі орында келе жатқан Жетісу командасы 25 ұпаймен келе жатыр, яғни бір үлкен көлемде айырмашылық бар. Иә, осы ретте турнирлік кестені де қарап алайық. Бұл жерде қандай мотивация және бір сұрағым, Бекежан, енді күжелеген қызметкерісің ғой. Неге Алтай Елімай? Неге бұл матчты мәждей қылып алдыңдар? Мысалға, келесі турларда оңтүстік пен Жетісу ойнайды, мысалға лидерлері, неге ол матчқа бармасқа деген. Бұл жерде қарағанда Шымкент қаласында бізде былтыр футбол мерекелері болды. Биыл да болды. Тараз ойыны. Одан бөлек мысалға бізде Б санатын қарайтын болсақ, Өскемен қаласы енді футбол қайта оралды бұл қалаға. Сондай-ақ бұл дерби. Өзінде Өскемендік болған соң енді бұл ойын саған енді жоғарғы жас санатындағы өтетін ойын болса саған қызық болушы еді ғой негізі. Сол себепті де бұл дерби және Өскемен қаласында бізде ондай мереке әлі болған жоқ. Сол үшін сол жанкүйерлерді футболға жақындату, жалпы Өскемен қаласы дегенде бізде бірінші ойға не келеді? Өскемен қаласы ол Қазақстанның хоккей елордасы ғой. Волейбол. Хоккей отаны. Волейбол демей ақ қойын әзірге, енді волейболда Алтайға келер қарсыласы жоқ қой. Ал енді хоккейда бізде қаншама хоккейшілер шықты. Одан бөлек торпедо командасын алсақ та, о жақта барлығы хоккей деп біледі, бірақ біздің басты мақсатымыз о жақта футбол бар екенін көрсету және қала тұрғындарын, қала қонақтарын осы футболға баулуға. Иә. Құрметті көрермендер, дәл бұл матчты сенбіде сіздер Инспорт телеарнасынан көре аласыздар және сол студияға ойластырылған бізде студиялық бағдарлама да болады QG Live, ал біз Бекежан екеуміз Өскеменнен жақсы хабар жеткізуге тырысамыз. Енді бұл жерде студиядан бері айтқым келгені, осыған дейін де айтқым келгені, енді сен өзің спортта біраздан бері жүрсің, комментатор болдың, спорт журналисті болдың. Енді аузымда тұр болса айту керекпін. Мысалға, коммент-шоу бағдарламаларын көреміз, жалпы қазақстандық спортты көреміз ғой. Сосын статистика бойынша есей жеңіс лағымыз бар ғой. Менің ойымша болашақтағы есей жеңіс лағы осы Равиль бауырымыз ғой. Ұқсай ма? Ойындар жүргізу, ойынға келтіруі, дайындалуы, сол үшін Равиль саған сәттілік қалды. Баталар студиясы болды. Былай қарап отырмын, соған. Ұқсайды па біреуге? Келет. Иә, ендеше U17Б турнирінің үздік бомбардирлерін Равиль өзін таныстырсам. Иә, бұған да арнайы дайындалып келдік. Алғашқы орында Мағжан Серібек, Жетісу командасының ойыншысы. Негізі осы бір тұста бір дүние айтып кеткім келіп тұр. Құрметті көрермендер, Жетісу командасы екінші орында келе жатырса да, олар 25 ұпаймен, олардың алғашқы орында командаға қарағанда соққан голдар көп. Мысалы, Жетісу командасы 51 соққан, екінші орында оңтүстік командасы бірінші орында 35 гол соққан. Ал үздік бомбардирлерге келетін болсақ, бірінші орында Мағжан Серібек, Жетісу командасы 11 ойында 11 гол соққан, екінші орында Нұргелді Түстікбай, ол да Жетісу командасының ойыншысы, 9 ойында 9 гол соққан. Үшінші орында Әлімжан Құрманов, 11 ойында 9 гол соққан, Ақжайық командасының футболшысы. Төртінші ойында Алихан Али, оңтүстік командасының ойыншысы, 11 ойында 9 голмен көзге түскен және үздік бестікті қорытындылап тұрған. 5-ші орында Ербол Құрманахан, бұл да Жетісу командасының футболшысы, 7 ойында 7 гол соққан және тағы бір қызық статистика, Жетісу командаларының ойыншылары, яғни осы үздік бомбардирлер кестесінде тұрған қанша ойын ойнады, сонша гол соққан, яғни 100% көрсеткіш. Енді кішігірім сол матчты деп отырмыз ғой. Алтай мен Елімай командасына бір назар бұрсақ, осы ойында Руслан саған сұрақ, енді сен сол санаттағы футболшылар, бірақ А дивизионда ойнайсың ғой. Жалпы қарайсыңдар ма Б дивизиондағы командаларға, футбол хайлайтстарына, статистика, турнирлік кестеге мән бересіңдер ма? Жалпы QG лигаға дейін де, мысалы U17 жас санаты QG лигаға биыл кірді ғой. Осыған дейін мысалға бұл балалар футбол орталықтарында ойнадыңдар ғой, сендер Елімаймен де ойнаған шығарсыңдар. Жолдастық ойнаған шығарсыңдар. Кездерде ойнаған жоқсың ба осыған дейін? Осыған дейін футбол орталықтарында. Жоқ, Елімаймен Алтаймен ойнаған жоқ. Онда деңгейлерін білесің ба бұл командалардың? Ойыншыларды білесің ба? Жоқ. Мүлдем қарамайсың ба? Мүлдем қарамайсың. Сен сияқты жанкүйерлерге Кестесін қараймыз, таблицаны. Кім қаншаншы орында осылай. Келеді ғой сообщение, қарап тұрам. Сообщение келді. Мен ойымша өйткені осыған дейін QG лигаға дейін осы командалар бір-біріне қарсы ойнады. Жетісуға қарсы ойнаған жоқсың былтыр? Жоқ, былтыр ойнадық. Сол Б дивизион онда осы екі командамен емес, толық барлық командамен қарайтын болсақ, мысалы оңтүстік фавориті де жаңа Равиль, Жетісу бар. Сенің ойынша турнир кестесі дұрыс келе жатыр ма? Иә.
дұрыс келеді. Оңтүстік пен жетісумен ойнағанбыз біз былтыр. Мықты қарсыластар қалай ойнадыңдар есеп? Жетісуды жеңгенбіз 3-2, ал оңтүстікпен тең есеп 3-3 болды. Соңғы Деңгейі шамасы болып тұр. жетісу былтырғы маусымда қалай аяқтады? Олар алғашқы үштікте болды ғой деймін, қателеспесем. екінші орын алды. Екінші орын. Бірінші орын кім болды? Қайрат. Сіздерден жоғары болыпты ғой жетісу, иә? Иә, былтыр. Ендеше Елімай мен Алтай бірінші айналымда ойнады. Бұл ойын Семей қаласында болды. 7-ші турда семейліктер өскемендіктерді 2-1 есебімен ұтты. Ендеше өскемендіктерге өз алаңында реванш алу керек. Бірақ өскемендіктер өз алаңында 5 ойынның тек біреуінде ғана жеңіске жеткен. Қандай нашар статистика. Екеуінде тең есеп тіркелді, екеуінде ұтылған. Ал Елімай командасы сырт алаңда 6 матч өткізіп, біреуінде ғана жеңген, 5-еуінде ұтылған. Жалпы қарасан, екеуінде статистика тең есепке келіп жатқандай болады, е? Бұл ойынға бір болжам берсең бе екен? Бұл ойынға болжам беретін болсақ, жалпы матчдей өткізу аясында біз бір апта бұрын Өскемен қаласына барған болатынбыз. Жалпы жанкүйерлермен сұхбаттасып, Алтайдың СД-ға қарсы ойынында барып, жанкүйерлер қаншалықты жиналады стадионға, сол ойында 300 ба 400 жанкүйер болды. Және ең бастысы сол ойында біз QG лигада өнер көрсететін командамен де кездестік. Және осы команданың матчдейді күтуі. Кәдімгі жас балалар ғой енді. Қанша жанкүйер болады деп әрбіреу келіп сұрайды. 500 жанкүйер бола ма деп. 500-ден көп қылдырамыз десек, бітті, аға біз жеңеміз, біз өстеміз, бүйтеміз деп дайындықтары масқара. Бекежан, осы орайда ойынға қанша билет сатылды? Енді қазіргі таңда бір 2,5 мың билет сатылды деген ойдамыз. Өйткені бұл жалпы билетпен бізде маркетинг бөліміндегі Аяжан деген ханым айналысады. 2,5 мың деген сан болды, бірақ сол даутқа жақын болады деген ойдамыз. Енді екі команданың қатарында өте керемет футболшылар, жас футболшылар бар. Біз екеуін таңдап алдық. Өскемендіктердің сапында Богдан Харлаков деген жартылай қорғаушы ерекше көзге түседі. Өйткені Богдан команданың үздік бомбардирі. Осы маусымда 11 ойын өткізді. 9-ын негізгі құрамда, екеуін қосалқы құрамда, және мен айтып кеткендей 4 гол соқты, және пас көрсеткіші, дәл пас көрсеткіші 65% құрайды. Семейліктердің сапында біз Диас Сүлейменов деген жартылай қорғаушыны да атап өтейік. 9 ойын өткізді. Барлығы негізгі құрамда 5 гол салды, және 66% бұл оның дәл көрсеткіші. Жалпы енді қазір бұл ойынға өте көп, енді менің естуім бойынша 10 камера болады, өте керемет сапалы тұрғыдан трансляция күтеміз. Сол себепті бұл тек қана Богдан, Диас секілді жас жігіттерге емес, барлық алаңға шығатын 22 футболшы және қосалқы құрамға шығатын футболшыларға үлкен мүмкіндік. Әрине. Жалпы бұл жердегі телекөрсетілім жалпы ұлттық құрама деңгейінде, ұлттық құраманың ойындарының 12-14 камера түседі. Бұл жерде 10 камера дегеніміз жасөспірімдер үшін ол өте жоғары нәтиже. Жалпы осыған дейінгі де Тараздағы матчдай болсын, одан бөлек те Қызылорда қаласындағы матчдай, Ақтөбе қаласындағы матчтарда біз осыншама камераларды іске қосқан болатынбыз. Және осы жақында ғана All-Star ойыны өтті, сол ойындағыдан кран камераларды көрген шығарсыздар өздеріңіз сол трансляция барысында. Енді бұл жоғары сапа, және біз осы сапамен негізі мақтан тұтамыз осы лиганы. Құрметті көрермендер, 17 тамыз күні, яғни ертең сағат 16:00-де тікелей эфирде eSport телеарнасында осы ойынды жіберіп алмаңыздар. Өскемендіктер, қала тұрғындары мен қонақтары сіздерді міндетті түрде бұл ойынға шақырамыз. Өйткені бұл ойынға жоспарланған негізі көптеген бір программалар бар ғой, бағдарламалар бар, концерттік бағдарлама бар, матчтан кейін 14:30-да басталады жалпы. 14:30-да ойын алды белсенділіктері басталады. Ол жерде жалпы отбасымен келіп, енді аймақта досуг дейді ғой, сол уақыт өткізу, демалыс уақытын өткізуге барлық ыңғай жасалатын болады. Және содан бөлек ұтыс ойындар да болады. Және ойын барысында үзілісте бізде 100 мың теңге ұтып алу мүмкіндігі бар. Freedom Bank-тың арнайы 9-дыққа дәл тигізу ұтыс ойыны бар. Соған қатысуға болады. Барша жанкүйерлерге сол стадионға келген 3 жанкүйерді таңдап, алаңға шығарып, ойыншылар ойнаған алаңға шығып доп тебетін болады. Ал ойыннан кейін енді керемет концерт, ол Садрадиннің ән кеші. Құрметті өскемендіктер, бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ендеше біздің бүгінгі студиялық бағдарлама аяқталды. Бекежан Ардақұлы, Руслан Валихан, Равиль Ашығали және мен Ильдар Аманбай осы алдағы турларда болатын ең мықты ақпараттарды сіздерге жеткіздік. QG лиганы бірге тамашалайық. Сау болыңыздар.